сұрақ сұрап жатқан себебі бар. Ертең күні араласып болғаннан кейін барып қарсы болып жүрмей ме ата-анаңыз деген білгім келген. Қазір таңда әкем Жаркент қаласында жұмыстарымен, анам жұмыста болады 5 күн. Сіздердің бағдарламаңыз 5 күн болса, 5 күнде мамам көріп үлгермейді оны. Яғни көрмеген, естіген. Ал қарындастарым көріп тұрады, Сұлфанды мысалға барлығын көріп тұрады. Қарындастарым көзі шақса, анамдікін білмейді екен. Түсінікті, Мәди. Жаңа не үшін Әсияны алдап отқанымда айта кетсінші. Негізі біздің қатысушылар көбінесе қатты мән беріп тыңдамайды да. Сосын арамыз отырамыз, атың мет деп. Әр кезде мен айтып отыратын болса әзілдеп ше, жоқ оны атып Бақытжан деп айта салдым да. Енді ренжіме бауырым, әзілдеп отырып па. Бірақ енді келесі жолы қатысушыларға сабақ болады деген ойдамын. Иә, мұқият тыңдап отырыңдар. Ішке қатты сөйлемеңдер, Сәкеннің ұйқысын бөлесіңдер. Ал жарайды, шымылдықты ашамыз ба, жоқ па? Ашайық ендеше, шымылдық ашылсын. Қыз әзілдеп жүр өзінше. Бұл бір жақсы берген ғой деп ойлаймын, тығылып, бан жақтылар. Күттіріп шығайын деген өзінше. Араласып көрдің бе? Қараңыз ол бірімізді. Жақсы жігіт деп көріп тұрған сияқты. Сұрағың бар ма? Жоқ, менің сұрағым жоқ. Сіздің маған қойғыңыз келген сұрақтарыңыз болса, мен туралы не білген? Не білгім келгенде, сізге бір ғана сұрағым бар. Біз мысалға айтасыз, үміткер қабылдай алмаймын деп, онда қабылын бағаныңыз не үшін отырсыз? Қабылдай алмасаңыз. Әңгіме қызды. Арғай сонда, қалай сонда? Осында отыра беріп маңызды ма әлде? Есімде жатыр. Иә. Қалай сұрайыңыз? Шынымен де сұлу ма? Керек болмаса не қып отырсың оны? Сізге әлде өшіде отыру маңызды ма сізге? Сұрағыңызға жауап берейін. Жалпы сіздің осы сұрағыңызды 1045 адам қойып жатыр. Жалпы әлеуметтік желіде де, былай өмірде де. Үміткер қабылдамасаң, неге үміткерлерді онысы қылып отырсың? Мен әлі ойланып жүрмін. Дегенмен де бұл жерде қаламын деп айта алмаймын. Жалпы 100% деп айтамыз ғой, сол 100%-дің 89%-ы менің кетем деген ойым. Жалпы ол кетуіме бірден бір себеп, ол Ернардың кеткені ғана емес. Жалпы денсаулық мәселесі бар, жеке басқа қатысты тағы да біраз басқа жұмыстарым бар деген секілді. Уақыт тапшылығы болып жатыр, сол себептен де сондай шешім қабылдап жүрмін, әлде ойланып жүрмін. Солай әзірге. Түсінікті. Түсінікті ма? Түсінікті, ja. Ендеше қазір мүмкін енді, әлі өмірде бәрі болады ғой, мүмкін сырласу бөлмесіне кіріп жатарсыздар. Сондықтан енді әуелі босатып алайық, иә? Альмираны шақырайық үміткермен бірге. Ал Альмира, баста не әңгіме болды? Өте жақсы бала екен. Әңгіме айтып, бізге уақыт жетпей қалды. Бүгін кешке бір жақсы бір жерге барып, таныстығымыз жалғастырсақ қойдым. Демек, құрметті көрермен, Альмираның алғашқы кездесуі болады қалаулының жобасындағы. Альмира, ендеше микрофонды үміткерге беріп сұрайық енді. Қалай көңіліңнен шықты ма, қандай жоспар бар дегендей? Құдай қаласа бірінші қадам жасап жатырмыз енді.
Осым қызды сындырдық енді. Енді дальше көреміз қаласа. Дұрыс негізі. Енді жасаған қадамдарың оңды болсын. Бір енді өзіңнің бір құпияларымен бөлісе кетсең, қай жаққа апарасың, не істейсің, бір ерекше кездесу бола ма? Енді ол ерекше болсын, оның құпия болсын, одан кейін ертең білесіздер. Солай ма? Иә, ертең білесіздер. Ендеше былай келісейік. Келесі жолы шақырғанда жай отырып тамақ ішіп деп айтпайық, иә? Кәдімгідей бір қызықты дүние болсын, оқиға болсын, суреттер болсын, бір үлкен әңгіме болсын, жарай ма? Өйткені мысалы көп қатысушылар тамақ іштік, кофе іштік, үйттік, бүйттік деп, киноға бардық, мынандай кино көрдік деп, мысалы бізге қызықсыз әңгімені айтады. Сондықтан енді кішкене бір-бірлеріңді танып, ашылып, дұрыстап әңгімелесің. Маған айтады да, бүгін киноға барсақ қалай дейді да, енді кішкене жақынырақ түсінмей айттым да. Бүгін бірінші күн ғой, все-таки қалай киноға барып, екеуміз екі бөлек кино көріп отырамыз. Бір жерге барып, бірімізбен кәдімгідей әңгіме айтайық деймін да, одан ары ашылып, кішкене қазір қобалжып отқан сияқты. Оның үстіне мен де сұрақтар қойып Рас екен, мейірбек. сау бол, Мейірбек. Иә, сөйтіп айттым, енді көреміз қазір. Сәл екеуміз де білмей тұрмыз. Керемет, ендеше сәттілік тілейміз. Бірінші өзін орнына жайғастыр, шығарып Рахмет. Дегенменен көндірді қызды. Жарайды. Керемет, жақсы қадам болды енді. Сәттілік болсын. Ал жалғастырайық әңгімені. Жалғастырайық. Кімнің? Сәкен. Тағы да Басқа сұрақтарым жоқ. Ассалаумағалейкум, қош келдің. Уағалейкумассалам. Енді пікір айта кетейін, өте бізге жылы көзбен көрініп тұр. Сұрақтарға да жақсы жауап беріп, саған сәттілік тілеймін. Мен Сұлуфанның жүрегін жаулап, өзіне көңіл аударуына, өйткені осындай кезде қасында табылатын нағыз ер азаматтар болса, қыз өзінің жылулығын саған қарай береді. Енді саған енді алда қойған мақсатың қандай, және өзінен неден қорқасың? Фобия. Сұрады қойылды, Сәкен. Кешір, сен біз енді байқамаймыз сен қашан ұйықтап қалатынын. Сондықтан енді неге сұралған бір сұрақ? Ештеңеден қорықпаймын деді, иә. Алға қойған мақсатым, ол әрине әр адамның мақсат болады. Менің мақсатым әрі қарай өз бизнесімді ашып, болашаққа сұшы бар ашсам деген ойым бар. Өзім атымнан. Қасым дос балаларым бар, жолдастарым бар, көмек беретін. Жандос. Саған сұрақ. Осыған дейін осы қалаулым жобасына келмес бұрын ғашық болдың ба? Шын ғашық болдың ба қызға, және де қандай романтикалық қадамдарға бардың? Әрине шын ғашық болдым. Ол қыз мен үлкен болды. 2 жас үлкен болды менен. Соған қарамастан махаббат сезімді білдіріп, ол қыз қабыл алды. Жарты жыл жүрдік енді, жарты жыл оны артық болған жоқ. Одан кейін Қашан болды ол? былтыр осындай уақытта басталған и жазда аяқталды. Жаздың маусым айында аяқталды. Не үшін аяқталды деп сұрағым келіп тұр, бірақ жарайды енді. Ең басты сұрақ Ол қой. жас мәселесі. Ау? Жас мәселесінде болды. Жас мәселе дегенменен туындады, иә? Иә. Түсінікті. Мәдесізді түсініп отыр енді. Жарайды, Сұлуфан, басты сұрақ қой. Білесің ғой қандай екен. Сырласуға барасың ба, жоқ па? жоқ. Бармайсың ба? Мүмкін ойланарсың. Байқап көрерсің. Бір көргеннен менде жалпы кез келген адамда болады ғой. Бір көргеннен бір жылылық байқалады. Бір адамды өзіне тартады. Менде ондай еш нәрсе өзімнен байқамадым, және де ол жігітке үміт сыйлағым келіп тұрған жоқ. Менің жоқ деген жауабымды бүгін болмаса да ертең естейді. Сондықтан уақыт созып керек емес. Өте қиын мәселе болып тұр, өйткені қазір енді қазақта бір сөз бар ғой, жаман әйел кетем деп қорқытады деп. Сондықтан енді білмеймін, енді қиын жағдайда тұрмыз. Кетем дейді, үміткер қабылдамайын дейді. Біз тап тұрғандай болып отырмыз. Жарайды, кешу керек бұны. Келісесіз бе осы жауаппен? Енді басқа амал жоқ қой. Керемет, ендеше уайымдамаңыз, Думан сіздің
болмысыңыз бар, келбеттісіз, таланттарыңыз бар, мақсатыңыз жақсы екен. Сіздей жігітке міндетті түрде жұбы табылады, уайымдамаңыз, ата-анаңызға сәлем айтыңыз, сізді шығарып салайық.